күш қайдан келеді? Ол Яғни адамның мотивациясы өзінің көзқарасынан. Егер адам бұл жерде былай, егер адам жетістік жолын қуып жүрсе, сосын жетістікке жете алмай құласа, немесе ақша жоғалтса, не тағы бірдеңе болса, ол демотивация болады. А егер жетістікті қумай, мына үдерістің өзін ұнатса, процессті өзі ұнатса адам, онда ол ешқашан ешбір жерде уәждеме, ынта іздемейді. Мысалы айталық, мен өзім бизнесменмін. Мен бизнесменмін, мен ең бірінші нем ол қазір инвестормын. Инвестор болғаннан кейін мен бұл істейтін ісімді өте қатты жақсы көремін. Мен жетістіктерім болса да, болмаса да, мен бұл іспен айналыса беремін. Әрбір адам өзінің сүйетін ісімен айналыса, ол ісінде оның жетістіктері болса да, болмаса да, ол құласа да аяғына қайтып тұрып, әрі қарай сол істі істей береді. Өйткені ол сол істің үдерісін жақсы көреді. Сол істің өзін жақсы көреді. Ол істің нәтижесін емес, өзін. Мысалы айталық, мен көп жастарға мынандай мысал келтіремін да, мысалы мен балмұздақ жегенді жақсы көремін. Балмұздақты жеп отырамын, бірақ ол балмұздақтың қарынға түскенін жақсы көрмеймін, жегенін жақсы көремін. Сол үдерісін, оның нәтижесін емес, үдерісін. Соны келеді да, біреу келеді да, менен сол балмұздақты тартып алады. Ой, ананы жей алмадым ғой, қарныма түсіре алмадым ғой, ол балмұздақты деп, мен ол балмұздақты жеуді тоқтатпаймын ғой. Мен барам да, екіншісін сатып алам да, тағы да жей бастаймын. Жерге түсіп қалады, тағы сатып алам да, жей бастаймын. Мен балмұздақ жеуді тоқтатпаймын ғой. Өйткені сол балмұздақ жеу маған өзіме ұнайтын іс.